Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы баланың дамуына әсер ететін әлеуметтік, биологиялық, психологиялық факторлар. Сабақта қарастырылатын басты сұрақтар. Бірінші, жеке тұлға, даму, қалыптасу ұғымдарының мәні. Екінші, бала дамуына әсер ететін әлеуметтік, биологиялық, психологиялық факторлар. Тұқым қуалаушылық, орта мен тәрбиенің бала дамуындағы алатын орны. Тәрбиенің негізгі мақсаты жеке адамды қалыптастыру және оны жан-жақты толыққанды дамуын қамтамасыз ету. Ал бұл міндеттердің табысты шешімін табу, жеке адамның дамуы қалай өтетіні және оның қалыптасуына қандай жағдайлар ықпал ететінін білумен байланысты. Педагогика үшін маңызды мәселенің бірі тұлға түсінігінің өзін айқындап алу, сонымен бірге индивид ұғымы мен ара қатынасын анықтау. Ең алдымен ескеретін мәселе, адамның дамуында бір-бірімен байланысты екі өзек байқалады. Бірі биологиялық, екіншісі әлеуметтік. Адам туылғанда тек биологиялық тіршілік иесі болып табылады, яғни ол индивид болады. Индивид дегеніміз биологиялық тіршілік иесі. Барлық адамдар тумасынан индивид болып табылады. Ал тұлға өзіне биологиялық және әлеуметтік қасиеттер мен сапаларды меңгерген адам. Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері оның саналылығы, жауапкершілігі, бостандығы, қадір-қасиеті мен даралығы. Бұл орайда адам жеке тұлға деген ұғымдармен қатар даралық деген ұғыммен толықтырылу қажет. Даралық бір адамды басқа адамнан ерекше көрсетіп тұратын интеллектуалдық, еріктік, моральдық, әлеуметтік және тағы басқа қасиеттерінің жиынтығы. Даралық әдетте адамның мінезі мен темпераментінің ерекше белгілері арқылы, қызмет әрекеті мен қабілеттіліктігінің өзгешелігі арқылы ерекшеленеді. Адамның жеке қасиеттері өмір жолында дамып қалыптасатын болғандықтан, жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасу ұғымдарының мәнін ашу педагогика үшін маңызды мәселе болып табылады. Даму жеке адамды жетілдірудің өте күрделі және диалектикалық процесі. Тұлғаның дамуы адамның ағзасындағы сандық және сапалық өлшемдердің өзгеру процесі. Сондықтан даму дегенімізді адамның анатомиялық, физиологиялық жетілуіндегі, оның жүйке жүйесі мен психикасының дамуындағы, сондай-ақ танымдық және шығармашылық іс-әрекетіндегі, оның дүние танымы, өнегелілігі, қоғамдық саяси көзқарастары мен сенімдерінің кеңеюіндегі орын алатын сандық және сапалық өзгерістердің өзара тығыз байланысты процесі деп түсіну дұрыс. Педагогика мен психологияда жеке тұлғаның қалыптасу термині жиі кездеседі. Бұл жеке тұлғаның дамуының нәтижесі дегенді және оның пайда болып тұтастыққа, бірқалыпты қасиеттерге және сапаларға ие болғанын білдіреді. Баланың дамуына ықпал ететін факторларға тоқталайық. Олар биологиялық, орта және тәрбие факторы. Баланың дамуына әсер ететін биологиялық фактор ерекшеліктері. Адамның даму және қалыптасу жағдайында осы уақытқа дейін әртүрлі пікірлер мен теориялар орын алып келеді. Атақты грек философтары Платон және Аристотель адамның дамуын алдын ала тағдыр белгіленген тұқым қуалаушылық табиғатынан деп дәлелдеді. Аристотель құл болушылық немесе бағынушылық табиғат заңы дейді. Тұқым қуалаушылық теориясын қолданушы және уағыздаушылардың бірі преформистер. Преформизм 18 ғасырда биология саласында үстемдік еткен адамның дамуы жайлы диалектикаға қарсы философиялық ағым. Преформистер ересек адамдардың барлық қасиеттері мен белгілері ана құрсағындағы сәбидің ағзасында болады. Сондықтан жеке адамның дамуының алғашқы рет ұрықта пайда болған қасиеттерден өрістеп, күшеюі мен сан жағынан артуы деп қарастырады.
Тұқым қуалаушылықтың тұлға дамуының әсері, дене ерекшеліктері, физиологиялық ерекшеліктер және белгілі бір әрекетке бейімділікті айқындайтын нышандардан байқалады. Мысалы, дене ерекшеліктер сыртқы нәсілдік белгілері, тері, шашы, көзінің түсі және бет әлпеті. Физиологиялық ерекшеліктері қан тобы мен резус фактор, зат алмасу формалары, ағзадағы ақуыз үйлесімділігі. Сонымен қатар, тұқым қуалаушылық ұрпақтың ата-ананың биологиялық ұқсастығын елестетуі. Мысалы, терісінің пигменті, баланың шашы мен көзінің бояуы, бет келбеті мен басының формасы, жүрісі мен өзін-өзі ұстау қалпы. Өте нәзік ерекшеліктердің тұқым қуалау жолымен берілу өте сирек кездесетін жағдай. Мысалы, бала қозғалыс мүшелері, жүйке жүйесінің функциялық қасиеттері, дауыс тембрі, музыкаға қабілеті, биге икемділігі және математикаға қабілеттілігі. Оған мысал ретінде әйгілі ұлы композитор Йоганн Себастьян Бахтың ұрпақтарында 300 жыл ішінде тек қана 20 адамдай музыканттар болған. Мұны бір жағынан отбасы мүшелерінің табиғи мүмкіншіліктерінің нышанның болуына, екінші жағынан отбасындағы музыкалық дәстүрге, музыкалық тәрбиеге байланысты деп қарастырған жөн. Тағы да бір биологиялық фактордың бірі акселерация. Әлеуметтік жағдайлардың жақсаруы, сонымен бірге радиотолқындардың және географиялық климаттың жағдайлардың өзгеруі аталған құбылыстың пайда болуына әсер етті. Акселерация латын тілінен аударғанда жылдамдық деген сөзден шыққан. Акселерация қазіргі замандағы адамдардың биологиясындағы жалпы қарқындылықты көрсетеді. Табиғаты көп факторлы болып келеді. Көптеген гигиенистердің пікірлері бойынша, балалар мен жасөспірімдердің қызмет функцияларының үйлесімді дамуын бұзатын болғандықтан және қызмет қабілетін азайтатындықтан акселерация балалар организмі үшін қолайсыз болып табылады. Сондықтан өсіп келе жатқан балалардың дене бітімінің дамуын бақылауға ерекше көңіл бөлуіміз керек. Жеке тұлғаның дамуына ортаның ықпалын қарастырайық. Орта адам дамуына табиғи және әлеуметтік жағынан ықпал жасайтын құбылыс. Әлеуметтік орта жеке адамның мінез құлқының дамуына ықпал жасайтын әлеуметтік қатынас, олардың көп қырлы іс-әрекеттері. Табиғи орта түрлі табиғат жағдайларының адам тұрмысына, қызметіне ықпал жасауы. Әлеуметтік педагогикада адамды әлеуметтік тәрбиелеудің жалпы факторлары жеткілікті түрде талданды. Мудрик мыналарды бөліп көрсетеді. Мегафакторлар, ғарыш, ғаламшар, әлемге қатысты. Макрофакторлар, белгілі бір елдердің барлық тұрғындарын әлеуметтендіруге ықпал ететін ел, этнос, қоғам, мемлекет. Келесі мезофакторлар, адамдар тұратын елді мекендердің тұрғылықты жері мен тұрпаты, аймақ, ауыл, қала, кент бойынша бөлінеді. Бұқаралық байланыстың түрлі желілерінің радио, теледидар, тағы басқа аудиториясына қарастылығы, субъективтік мәдениеттің түрлеріне қарастылығы. Микрофакторлар, отбасы, үй іші, құрбы-құрдастар топтары, тәрбиелеу мекемелері, түрлі қоғамдық, мемлекеттік, діни және жеке мекемелер, микросоциумдар. Фактор автоматты түрде әсер етпейді, тек құбылыстың, үдерістің әлеуетіне ықпал етудің келешегін анықтайды. Фактордың белсенділігі арту үшін әлеуметтік педагогикалық құбылыстың дамуын қозғаушы күшке айналдыратын белгілі бір жағдайлардың болуы қажет. Табиғи орта. Табиғи орта климат және барлық әртүрлі табиғи жағдайлар мен ресурстарды қамтиды. Олар сөзсіз адамның өмір салтына және еңбек әрекетінің сипатына ықпал етеді. Жылы және суық климат жағдайы халықтардың тұрмысына, әрекетіне елеулі ықпал етеді.
Келесі психологиялық фактор ретінде белсенділікті қарастырайық. Бала белсенділігінің ең алғашқы формасы қарым-қатынас жасау белсенділігі. Бұл адам өмірінде дамитын белсенділік. Балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес басқа адамдармен қарым-қатынас жасау белсенділігінің мазмұны өзгеріп отырады. Мектеп жасына дейінгі балалар ересек адамдардың әрекетіне үңіле қарап, үйренеді, оларға еліктейді. Балалардың саналы түрдегі мұндай әрекеттерін ырықты немесе ерікті белсенділік дейді. Бұл жастағы балалардың үлкендердің әрекетіне және олармен өзара қарым-қатынас жасауға еліктеуі рөлге құралған ойындарды атқару барысында байқалады. Ойын барысында балалардың құрдастарымен өзара қатынасы өзгереді. Бала еліктеу, қабылдау арқылы түрлі рөлді ойындарды атқара отырып, әлеумет өмірінің өндіріс қатынастарын мазмұнын түсінеді. Әр түрлі ойын баланың дүниетанымын кеңейтіп, қарым-қатынас жасау белсенділігін дамытады. Қарым-қатынас жасау белсенділігі жеке адам қасиеттерінің қайырымдылық, қамқорлық, тағы басқа сезімдерінің қалыптасуына мүмкіндік туғызады. Баланың даму барысында таным белсенділігі артады. Оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеу ісін жетілдіру үшін олардың жас және дербес ерекшеліктерін еске алып, оқу-тәрбие жұмысының барысында сана сезімін ояту, өз бетінше жұмыс істей білуге үйрету мұғалімнің басты міндеті. Мұғалім оқушының білімге, өнерге, қызығушылық, ынтасын, спорт ойындарына құштарлығын анықтайды. Өзін-өзі тәрбиелеуге жүргізілетін жұмыстардың тақырыптарын ақыл-ой, құлық, еңбек, эстетикалық тәрбиесімен ұштастырып алады. Баланың өзін-өзі тәрбиелеу белсенділігін қоғамдық жұмыстарға байланысты тапсырмалар беріп, орындау арқылы дамытуға болады. Адамның балалық шақта дамуына отбасылық орта орасан зор ықпал етеді. Отбасы жеке тұлғаның дамуына ықпал жасайтын басты фактор. Қоғамдық ортаның адамға ықпалы стихиялы, кездейсоқ, сонымен қатар саналы, мақсатты болады. Соңғысын тәрбие деп атайды. Баланың дамуы мен қалыптасуына ықпал ететін 3 факторлардан тәрбие адамның дамуына орасан күшті ықпал етіп, тұқым қуалаушылық пен ортаның ықпалына белсенді әсер етіп, баланың дамуын қоғам талаптарына сәйкес бағыттап, баланың өмірі мен іс-әрекеттерін ұйымдастырады. Ортадан тұлға дамуына қажетті материалдарды іріктейді. Жеке бастың дамуына теріс, зиянды әсер қалдыратын жағымсыз ықпалдардан аластайды. Жеке адамды дамытудағы басты факторлардың бірі тәрбие. Тәрбие балалардың жас ерекшеліктеріне, дайындығы мен дәрежесіне лайық іске асырылып, тәрбие адамдардың іс-әрекеттерін ұйымдастырады. Тәрбие педагогикада бірнеше қырларымен танылған, әлеуметтік мағынада. Осы тұрғыда келгенде тәрбие аға ұрпақтың жаңа ұрпаққа қоғамдық тарихи тәжірибені беру процесі. Жаңа ұрпақты өмірге, еңбекке дайындау арқылы қоғамның алға қарай дамуын қамтамасыз ететін процесс. Тәрбие қоғамға толыққанды жеке тұлға беретін басты күш. Педагогикалық мағынада бұл тәрбиеленушіге ықпал жасау үшін ұйымдастырылған арнайы іс-әрекет, тұлға қалыптастыруға бағытталған мақсатты процесс. Тәрбиелік ықпалдың тиімділігі мақсаттылығында, жүйелігінде, білікті басшылықта. Тәрбиенің ықпалы педагогтың қызметі арқылы тәрбиеленушінің жеке тұлғасының бір ерекшелігін, мінез-құлқын, жүріс-тұрысын, санасын өзгерту. Тәрбие белгілі бір жағдайда өзін-өзі тәрбиелеу. Адамның өзін қалыптастыру және жетілдіруге бағытталған өзінің күш-жігері. Адам өмірінде өзі жіберген қателіктерден де, басқалардан да сабақ алады. Оны қайталамауға тырысады.
Мұны педагогикада адамның өзін-өзі тәрбиелеуі деп атайды. Тәрбиеші тәрбие арқылы баланың түрлі іс-әрекеттерін тиімді етіп, оның жақсы дамуына қажетті материалдарды іріктеп алады. Айналадағы табиғи және әлеуметтік ортаға көзқарасын дамытады. Атап айтатын болсақ, дене тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, еңбек тәрбиесі, адамгершілік тәрбиесі, ақыл-ой тәрбиесі, ізгілік тәрбиесі, қоғамдық тәрбиесі міндеттерін орындап, тәрбиенің мақсатына жетеді. Мемлекет қолындағы ақпарат құралдарының баспасөз, радио, теледидар көмегімен оқушыларға тәрбие береді. Сондай-ақ мемлекеттің саясатын жүзеге асырады. Баланың жеке басының дамуы мен қалыптасуына ықпал ететін 3 фактордың ішінен тәрбие орасан күшті ықпал етеді. Сонымен, тәрбие бала дамуын бағыттайды, басқарады, сондықтан да ол баланы қалыптастырудағы негізгі күш. Тәрбие негізгі күш болғандықтан, оның жетімсіздігі, әлсіздігі баланың қалыптасуына кері әсер етеді. Егер адамның өзін-өзі дамытуға талпынысы болмаса, онда басқа факторлардың ықпалы әлсірейді. Тек қана жеке тұлғаның дамуындағы факторлардың бірлігі, жеке тұлғаның толыққанды дамуын қамтамасыз ететіндігі туралы қорытындыға келеміз. Назарларыңызға рахмет.